мынандай балалар ойнайтын алаңда біздің ұл қыздарымыз ойнап жатады. Бірақ байқамайсың, кейбір кезде жас үлкен біреулер қастарынан өтіп, қызығып, қызғана қарайма көріп жүреді. Солардың ішінде осындай бір атын атауға тұрмайтын адамдар жүреді екен. Ол адам депті атауға болмайды. Өйткені адам ондай арсыз нәрсе жасамайды. 5 жасар кішкентай ғана қызымызды сондай айуандықпен ауыз бармайды зорлады деп айта болады. Масқара. Неліктен бұндай қоғамда өршіп барады? Бұндай нәрсе сонау совет өкіметінде де болған. Бірақ сол кезде бұндай жаңалықты шығармайды, сыр болып қала беретін. Өйткені әрбір жаңалық сіз қаласаңыз да, қаламасаңыз да ол сол пиар болады. Сахабалардың кезінде Лут қауымы жайында айтылған кезде сахабалардың пәктігі соншалық, сахабалар пайғамбарымызға айтқан екен: "Я Расулалла, сондай да күнә бола ма екен?" деп. Еркек еркекке, әйел әйелге деп. Солардың адами адамгершілігі соншалық таза болғанда, ондай ойларына да келмеген ғой, қараңызшы. Бірақ Құранда келтіргеннен кейін олар білді сондай күнә бар екен. Қазір де біз оны айтып жатырмыз. Не үшін? Сіздер балаларыңызға мұқият болыңыздар. Сіздер балаларыңызды дұрыс тәрбиелеріңіз деп. Өйткені сол осындай жаман қылықты жасаған адам, ол біреудің баласы, біреудің ағасы, біреудің әкесі, біреудің бауыры сол жасады. Ертең сіздің маңайыңыздағы таныстарыңыздың жасамауы кім кепіл береді? Ешкім кепіл бере алмас. Бірақ соны біз тәрбиелесек, кәдімгі ер адамды ер адам, қыз баланы қыз бала қылып, ибалы, инабатты қылсақ, онда ондай халге бармайды ағайын. Тәрбие тал бесіктен басталады. Сондықтан да құрметті қазақ елі, балаларыңызды аяғыларыңыз келсе де, қазірден бастап аямай тәрбиелеңіз.